Мына 1927 жылы дүниеге келген. 1983 жылы 56 жасында өмірден озған Қартабай баласы Жұмағұл Қожаның тағы бір жақсы көріп тыңдайтын термесі мынау екен. Әділғазының билігі дейді. Соны Шәкір досым әкеліп неге ағаларына тыңдатқысы келіп қайтадан жазғызған, орындап берейін. Өткен күн келер күннің бағасы екен, келер күн жарқын көштің жаңасы екен. Айтатын бұл жағдайдың болған кезі 1900 жыл шамасы екен. Ол кезде дәстүр мен салт әсте мықты, қолында бар адам тек көшкеріпті. Ру үйсін Жанғазы деген бір байыңа ағайын ат шаптырып ас беріпті. Ағаш үй түгел қамтып еңіспетті, 300-дің жақсылары тегіс кепті. Бәйгеден бір жетім ұл, бір жетім қыз және 100 бас жылқы жеңіс депті. Сонымен ат бәйгесі басталыпты, күншілік жерге айдалып тасталыпты. Найманның кербиесі бірінші кеп Байталдың жүйріктігі расталыпты. Сол жерден дау туындап көнбейміз деп, үйсіндер шатақ қыптау сенбейміз деп. Біз тіксек бас жүлдені атқа тіктік Байталға, бірақ бәйгі бермейміз деп. Ризалық етпесеңдер ісімізге, салайық хабар деп тау кісімізге. Екі жақ бір ауыздан сөзге келіп беріпті, дау билеген кіші жүзге. 4 жігіт 2 рудан келеді атпен, жіберген халық сайлап жедел хатпен. Бар екен кіші жүзде бір данышпан, танылған Әділғазы деген атпен. 85 жасқа келген қария екен, атағы кіші жүзге жария екен. Халықтың батасымен, алғысымен көгеріп көктеп ұтқан жанұя екен. Төрелік адамдыққа алыс емес, әділдік ар-намысқа қалыс емес. Сөзімді қатқа жазып берем деп тау, баруым сақалыммен маңыз емес. Білген қарт арғы дәстүр салтты бергі, билігін жырмен жазып тәттіледі. Барғасын жұрт алдында оқыңдар деп, ең соңғы билігім деп қатты берді. Төрт жігіт жетіп ауылға, ашыпты қатты құдай деп. Сөйтсе Әділғазы қария жазыпты сөзді былай деп. Үлкеннің тілін кіші алмас, арақсыз тамақ іш алмас. Кер заман келіп кейлік тоң, адамның құнын біле алмас. Атаның тілін бала алмас, сөз сипатын біле алмас. Айтылған сертте тұра алмас, кер заман келіп кейлік тоң. Білгенге құрмет қыла алмас, әділдік айтып шыға алмас. Мөрі жоқ болса қағаздың, алдыға қарай жүре алмас. Осы бір заман кеп жатыр, әйел деген бей болар. Ағайынға бермейтін дүния толы үй болар. Жылқының құны тұл болар,
сиырдың құны пұл болар, ауыз жаласып қарақшы бейсімағыңмен бір болар. Ақсақал қалар қатардан, түйеші озар атаннан, аттан байтал озады, теріс істен ағайын бірлігі кетіп тозады. Баршылығы болса да адамның пейілі тар болар, биені аттан кем көрсе, еңбегім оның жоқ өтсе, азабын тартар күн болар. Теріс билік еткендер, ай мақшар күні қор болар. Жаратқан ием алғанда, апарып көрге салғанда, жылан шаян жабылып, жаннан тәніңді сорғанда, араша түсіп тәніңе, әділдік қана дос болар. Аспанға әуес болғандар қара жерге зар болар. Ұрпағың қара бет болып, кең киімді жек көріп, кигені шолтаң тар болар. Көне заманды жамандап, бір күндікпен амалдап, жетістікке кім жетті, жетімдікке кім кетті, бар әңгімесі сол болар. Осылай заман бет алса, бәтуасы жоқ ел болар. Тонадым деп жесірді, жылаттым деп жетімді, мақтанатын ер болар. Көшпенді қазақ сарсынып, отырғаны үйі там болар. Ері қалып биліктен әйелдері шоң болар. Құранның сөзін ұмытып, кемпір мен шал кәдімгі той-томалаққа барғанда тілек айтып мас болар. Сол заман келіп жатқанда, бәйгеге тігіп отырған жетім ұл мен жетім қыз Құдайдың кереметімен өсіп өніп бас болар. Бәйгеден аты келмесе, аты келген адамға 100 жылқысын бермесе, бұл сонда қандай ас болар. Ай деп Әділқазы қарияның жазған қаты толғайды. Бұны естіген көпшілік бәрекелді деп шулайды. Көз қабақсыз болмайды, сөз аяқсыз болмайды. Әділқазы данышпан сөз аяғын иіріп, аяқтап былай жолдайды. Жаңа балдар оқып беріп жатыр. Уа ағайын туыстар, мына заман дәуірді теріс ете көрмеңдер. Зымыраған уақытты егер тоқтата алсаңдар, найманға бәйге бермеңдер. Осы қылған күштерің тоқтатуға жетпесе, әй әзәзілге ермеңдер. Әділдікті жақынға бұра тартқан оңбайды. 100 жылқыны беріңдер, бабаңды Аллам қолдайды. Жалтақтатып жат жерге мына 2 жетімді берсеңдер, өліп қалғанда мәңгіге тілегің қабыл болмайды. 100 жылқыдан 2-ін жетімдерге берсеңдер, әй Құдай білет деп айтайын, бақытың қалай жанбайды. Деп төреліп берген екен дейді.